Елбасы жылу қайырымдылық акциясының екінші кезеңі бастау алды. Жалпы бұл акция Елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен бастау алған болатын. Қазіргі таңда 100-ге жуық отбасыға таратылды азық-түлік себеттері. Көпбалалы аналарға бірталай көмек оның өзі. Сондықтан осы Елбасы жылу жоба жетекшілеріне, оны ұйымдастырушылы, әсіресе волонтерларға барлығына көп рахмет. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Осы карантинде бізге көмектесті. Көп рахмет. Қазіргі таңда 40-тан 50-ден астам волонтерлар жүр. Ол жастар үшін, біз үшін үлкен мәртебе. Алғысым шексіз. Бірінші естігенімде көзіме жас алдым. Осынша көмек бұндай болған емес.